Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Хромтау қаласындағы нөмір 2 санаториялық бөбекжай балабақшасына арнайы сатып алынған проектор жеткізілмеген. Құны 147 мың теңге тұратын проекторға мемлекеттен ақша бөлінген және оның алғандығы туралы актіге қол қойылған. Ал осы аудандағы Күншуақ балабақшасының басшылығы мемлекеттен қаржы бөлінсе де ата-аналардан төсек орындар мен жеке гигиеналық заттарға қаржы жинаған. Бұл құрал жабдықтардың бәрін сатып алу үшін мемлекеттік бюджеттен тиісті қаражат бөлінеді. Оған қарамастан осы заттарды ата-аналардан талап еткен болатын. Және осыған ұқсас фактілер басқа балабақшада анықталған. Атап өтетін болсақ, онда мынау балабақшаның түлектердің ата-аналарынан оларға тиісті сыйлық ретінде тиісті қуыршақ, басқа да сыйлықтарды сатып алу үшін ақша жиналған болатын. Жалпы жиналған ата-аналардан жиналған ақшалардың жалпы сомасы 400 мыңнан астам теңгені құрап отыр. Елімізде шығарылатын хромның 100%, никельдің 71% және титанның 70% Ақтөбе жерінде бар. Жер қойнауының байлығын зерттеп, зерделейтін Ақтөбе өңірлік геология және жер қойнауын пайдалану инспекциясының басшысы Ерен Жекеев бүгін баспасөз мәслихатын өткізді. Өткен жылды қорытындылады. Заң бұзушылықтар бұл салада да бар. Көкжиде кен орны мен ілеспе газды рұқсатсыз жаққандар туралы тілшіміз айтып береді. Көкжиде кен орнынан су әлде мұнай аламыз деген сұрақ тек жергілікті жерде емес, үкіметте қаралып көп талас тудырды. Себебі бұл жерде дәмі тіл үйіретін мөлдір таза су бар. Бірақ экономикалық маңызы басым түсіп, қазір бұл жерден 4 мұнай компаниясы қаралтын алып жатыр. Олар Ада Ойл, КМК мұнай және Өріктау оперейтинг серіктестіктері мен CMPC Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы. 4 компанияның жұмысын қадағалауы тиіс. Ақтөбе өңірлік геология және жер қойнауын пайдалану инспекциясы бұл жұмыста алыстан басқаратын болып шықты. Мұнай өндірушілер ай сайын есеп береді, тек қағаз, фото есеп түрінде. Орналасқан ұңғымалар бойынша бұлар бізге фотосуреттерін жіберіп отырады. Сол ұңғыманы әрбір ұңғыма бойынша мониторинг жүргізіп отырады. Мониторинг әрбір компания жүргізіп суреттерін бізге бүкіл жаңағы мониторинг, бүкіл жаңағы ол жұмыстарды жүргізуге қаражат бөліну керек қой енді. Соның бәрі министерство құзыретінде. Сондықтан мен қазір сізге бір нақты бір жауап бере алмаймын өкінішке орай көкжиде бойынша. Аузынан сөзі түсіп, ойы шатасқан басшы ақыр соңында бұл сұраққа жауапты инспекция емес, экологтар беретінін жеткізді. Жауапсыз сауалдар легі жалғасқан соң, біліктілігіне күмән келтірген тілшілер басшының еңбек жолын сұрады. Я начал специалистом в ГГП «Геозем» при аппарате Акима. Өңірімізде ілеспе газды ауаға жағып, экологияны ластайтын компаниялар әзірге тек айыппұл төлеумен шектеліп келеді. Инспекция басшысының айтуынша, мұнай өндірушілер көбіне шамаларын білмей қалады. Сөйтіп тапсырыс берген мұнай көлемі асып кетіп, сәйкесінше ілеспе газды ауада жағу мөлшері асып кетеді. Ол жағыватқан компаниялар сол жаңағы өндірістік кезеңге өтпеген компаниялар болуы мүмкін. Оларға рұқсатнама беріледі газ жағуға. Себебі өндірістік кезеңге көшкен кезде месторождениенің бүкіл обустройство жасалады, бүкіл скважина ағызуға қосылады. Ол месторождениеде заводтар салынады мүмкіншілігінше. Газдары шамал аздаулар өздерінің қажеттілігіне жағады. Ал мына жағыватқан газдар ол жаңағы өндірістік кезеңге, игеру кезеңіне өтпеген компаниялар. Өткен жылы инспекция жоспардан тыс 3 нысанды тексерді. Нәтижесінде 10 заң бұзушылық анықталды. Мұнай компаниялар жер қойнауын пайдалану талаптарын орындамай, ережелерді бұзған. Нәтижесінде ілеспе газды рұқсатсыз жаққан Сағыз Петролиум Компани серіктестігі 128 миллион теңге айыппұл төлейтін болды. Ал CMPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясына 318 мың теңгелік әкімшілік айыппұл салынып өндірілді. Айта кетейік, биыл 5
жер қойнауын пайдаланушы компанияның жұмысына тексеру жүргізіледі. Олардың арасында жер қойнауы мен су пайдаланушылар бар. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, тәулік. Хабарым жалғастырамыз. Жанкүйерлер Ақтөбе футбол клубының ойынын өз стадионында отырып тамашалайтын күн алыс емес. Қаланың басты аренасы 80%-ға дайын. Көгал қайта төселді. Орындықтар жаңадан нөмірленіп жатыр. Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда алғашқы ойын қашан өтеді? Гүлвира Сейтенова біліп келді. Ақтөбе футбол клубы жаңа маусым басталғалы ел чемпионатында 2 тур өткізді. Соның біріндегі Таразға ойын да болуы тиіс еді. Стадиондағы табиғи көгал дайын болмай, матч сырт алаңда өтті. Былтырлар осы уақытта команда ішкі матчтарды нөмірі 8-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жасаңды алаңда өткізетін. Биыл клуб басшылығы ол нұсқадан бас тартты. Күн жылынып, табиғи көгалда ойнау мүмкіндігі туғанша кездесулер қарсыластар алаңда өтеді деп келісілді. 9 сәуірге белгіленген Ақтөбе мен Жетісу арасындағы ойында Талдықорғанда болады. Ал бір аптадан кейін ақтөбелік жанкүйерлер сүйікті командасының өнерін Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда отырып тамашалайды. Қазір қаланың басты аренасында дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. 17 сәуірге дейін барлық жұмыстар бітеді деп жоспарлап отырмыз. Бірақ қазіргі уақытта шамамен 70-80%-ға дайын болып қалған секілді. Бірақ көгалдың өспей жатқанның бір себебі қазір күн ауа райы кішкене салқын болып тұр. Егер күн шықса +5, +10-ға дейін жететін болса, онда көгал жасыл түске еніп өзінің өсуін жылдамдатады деп жоспарлап отырмыз. Көгал сатып алынған жоқ. Былтырғы көк майса жылыту қондырғысының арқасында сапасын жоғалтпаған дейді клуб өкілі. Көгал шіріген бөліктерінен тазартылып, астындағы топырағы жаңартылған соң қайта төселді. Кеше тыңайтқыш себілді. Алаңнан бөлек стадиондағы орындықтар жаңадан нөмірленіп жатыр. Өйткені секторлар биыл өзгеше бөлінген. Бұрынғы 18 сектордың саны 24-ке дейін көбейтілді. Енді әр бөлік кіретін есіктері бойынша бір сектор болып саналады. Жасыл алаңындағы алғашқы ойын 17 сәуірде өтеді деп жоспарланып отыр. Ақтөбе футбол клубы ол күні Павлодардың ертісін қабылдайды. Көгалдың қаншалықты сапалы төселгенін сол күні білетін боламыз. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, тәулік. Студенттер қоғамда қаншалықты белсенді. Осыны анықтау үшін жастардың арасында ерекше сайыс басталды. 15 наурызда бастау алған Ақтөбе облысы прокурорының кубогына қаламыздағы жоғары оқу орындарының студенттері қатысуда. Бүгін сайыстың екінші кезеңі өтті. Студенттер қылмысты ашуға қалай үлес қосуға болатынын көрсетті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Сақтаған Бәйшев атындағы Ақтөбе университеті және Қазақ-Орыс халықаралық университеті. Аталған 3 жоғары оқу орнының студенттері бүгін облыс прокурорының кубогы үшін өзара сынға түсті. Байқаудың заңгер ұсынады атты екінші кезеңнің шартына сәйкес, қоғамдағы құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділік тақырыбындағы бейнероликтерін ұсынды. Ал облыстық прокуратура басқармасының басшысы Маратбек Мырзамұратов бастаған қазылар студенттердің жұмыстарын 5 балдық жүйемен бағалады. Темекі қалдықтарын тастап, мусор төгіп, 23:00-ден кейін тыныштықты бұзып, әртүрлі ұсақ және тағы да басқа ұсақ бұзушылықтармен соқтығысып жатыр. Міне осы мен бейнеролигімде 23:00-ден кейін подъездің ішінде кіре берсе темекі шегіп, соған құқық бұзушылық бұзып тұрғандықтан Наурыз айының ортасында бастау алған байқаудың алғашқы кезеңі заңгер ой айтады тақырыбына арналды. Бұл кезеңде студенттер прокуратура органдарының мемлекеттік билік органдары жүйесінде алатын орны мен маңыздылығын анықтады. Мақсат студенттердің әлеуметтік белсенділігін арттыру. Ал екінші конкурста бұл заңгер ұсынат деген тақырыпта, яғни мына қоғамда қазіргі ұсақ құқық бұзушылыққа қатысты нөлдік төзімділікті қалыптастыру керектігін бұл туралы елбасымыз өзінің жолдауында, мына Қазақстан жолы 2050 стратегиялық жолдауында айтып кеткен болатын, яғни мына қоғамдағы бұзақылыққа, мәдениетсіздікке төзбеуге керектігімізді, яғни бұл қоғамның тыныштығын бұзады. Ал үшінші кезеңі сәуірдің 20-сына жоспарланған білімділік, кәсіби біліктілік қорытынды бөлім. Бұл бөлімде қатысушылар интерактивтік тақта арқылы еліміздің тарихына және прокуратура органдарына қатысты сұрақтарды таңдап, әрқайсысына 1 минут ішінде жауап береді. Қатысушылардың ұпайлары есептеліп, бірінші, екінші, үшінші орын иелеріне диплом мен бағалы сыйлықтар беріледі. Ал 3 кезеңде үздік нәтиже көрсеткен командаға Ақтөбе облысы прокурорының кубогы табысталады. Мейірлан Алтынбек, Жасұлан Жұбай, тәулік.
Ақтөбеде шахматтан облыс әкімінің кубогы үшін турнир басталды. Жарысқа Ақтөбе, Шалқар, Хромтау қалалары мен облысымыздың барлық аудандарынан балғындар жиналды. Арасында чемпиондар да бар. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған турнирдің мақсаты мықты шахматшыларды анықтау. 10 жастағы Шахрияр Таңатовтың сүйікті пәні математика. Есеп шығарғанды ұнататын бала логикалық ойынды таңдаған. Шахмат үйірмесіне Шахриярды жетектеп әкелген анасы республикалық турнирлерге қатысып, жүлделі орындар алып жүрген балғын бүгінде жеңістен үмітті. Маған шахмат спорты ұнайды. Мен шахматтан 6 жасымнан бастап айналысып келе жатырмын. Шахмат ойнағаннан мен жаным ләззат алады. Шахмат менің ең сүйікті ойындарымның бірі. Мен шахматтың арқасында көп жетістіктерге жеттім. Мен республикалық, аудандық, облыстық көптеген жарыстарға бардым, ел көрдім, жер көрдім. Облыс әкімінің кубогіне барлығы 250 бала таласады. Қатысушылардың жасы әртүрлі. 8, 10, 12 жастағы балғындар. 9 турдан тұратын айналымда әр партияға берілген уақыт 15 минут. Әлемдік ереже бойынша өтетін жарыс 3 күндік. Шахмат ойынның мақсаты жастарды салауатты өмірге тәрбиелеу. Шахмат ойлар ойыны оқушылардың зейінін қалыптастырады, ойлау қабілеттерін арттырады, логикасын арттыратын ойынның бірі болып саналады. Жалпы біздің қаламыздағы облыстық жасөспірімдер спорт мектебі, санаттық берілік мектебі деп аталады ол. Бұнда бізде 400-ден астам оқушылар сол спорт мектебінде дәріс алады шахмат ойыннан. Бұның мектептің директоры Асқар Иванұлы Көбенов. Жалпы біздің оқушыларымыздың жетістіктері жақсы деп айтуға болады. Балалар арасында шахмат ойынына деген қызығушылық өсіп келеді. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қазір облыста 500-ге жуық бала осы үйірмеге қатысып жүр. Ақтөбеде соңғы 3 жылдың ішінде шахматтан 10 аула клубы ашылған. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, тәулік. Бүгінге осы, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.